5 bölüm. Бұл күндері Шәуешек қаласында алып қашты сөз гүлдеген өсек аяң белең алғанды. Қазақтың ұзын құлағы телеграф хабарынан кем соғып тұрған жоқ. Болымсыз сыбыс шықса болғаны, әркім өзін шөңдеп, ұлғайтып, сансаққа жүгіртіп алып кетеді. 30 тістен шыққан сөз лезде сахара самалымен ілесіп, 30 рулы елге жайылады. Күнделікті жаңалықты тынымсыз жариялап жататын Тарбағатай газетінің өзі ұзын құлақтың шаңына да ілесе алмай қалған. Біреулер Қытай армиясы Үрімжіден шығып, Шәуешек, Құлжа, Алтай аймақтарына қарай бет алыпты. Ал біреулер Манас бойында жатқан Шығыс Түркістан әскерін таратып жіберіпті дейді. Үш аймақ төңкерісінде қатынасқандарды тектеп қолға түскендерін қамап жатқан көрінеді деседі екінші біреулер. Жоқ, ол бекер сөз. Бұл келе жатқан бұрынғы қара Қытай емес, қызыл Қытайлар екен. Кедейге жақ, халыққа жайлы көрінеді. Жол жөнекей жұртқа сыйлық таратып, бұл шай, өрік мейізін аямай үлестіріп келеді дейді, деп тағы біреулер әңгіме қылады. Баяғы Ресей секілді, кедейді байға теңейтін әділ үкімет құрылатын болып, десіп танаулап гу-гу етеді. Саудагер алып сатарлардың ішін жегідей жеген уайым қайғы өз алдына. Ақша өзгереді екен ақша. Бір айдан кейін Түркістан ақшасының күрісі түседі екен. Үрімжіден Қытай патшасының суреті бар жаңа ақша шығыпты дейді, деп қаланың даңғаза шуы онан ары қоздыра түседі. Қалайда осы айтылған қауесеттер түп-түгел шындық болмағанмен, астарында ақиқат жатқан анық еді. Шыңжаңның орталығы Үрімжі қаласына түскен, қыста келіп орныққан Қытайдың халық азаттық армиясының бөлімдері Шәуешекке қарай беттеп келе жатқаны да рас болатын. Қаладағы мектептер мен керуен сарайларын босатып, әскер түсіруге әзірлеп қойысқан. Бүгін уәли мекемесінде ашылатын төтенше жиналыста осындай шұғыл дайындық шараларының бірі еді. Таңертеңгі сағат 10-ның шамасында қаладағы мекеме басшылары аймақтық үкімет орналасқан Шәнішевтің 2 қабатты үлкен қызыл үйіне қарай ағыла бастады. Жеңіл трашпеңкеге отырып, гимназияның қақпасынан шыққан екеуі де осылай қарай бет түседі. Жасы 35-терге келіп қалған сұңғақ бойлы аққұба жігіт бір аяғын таранышпеңкенің тепкішегіне салып, делебе ұстап отыр. Ол ара-тұра мойнын бұрып, қасындағы серігіне бірдеңелерді айтып келеді. Арбаның артқы жағын лық толтырып келе жатқан қоңқақ танау қара кісі сөзді самарқау тыңдап, үнсіз бас изеп қояды. Бұлардың жастауы гимназияның директоры Нұрбекте егде тартқан семіз оқу ісінің меңгерушісі Тұрсын Мұстафин еді. Ал түкі, бүгінгі жиналыс не жайында болады екен? Ештеңе естімедіңіз бе? Деді Нұрбек көк аттың делебесін қағып қойып. Түйеге мінген Құдайға да бір табан жақын деген бастықсың, өзің бірдеңе білмесең, деді Тұрсын сырды тартып. Білсем сұраймын ба? Қазақ елу жылда ел жаңа деуші, соңғы кездегі жаңалық одан гөр тезірек болып жатыр-ау. Тіпті ілес алмай қаламыз ба деп қорқам, деп Нұрбек күліп қояды. Тұрсын үндеген жоқ. Ыстық күнді денесі ауырлап, пысынап кеткен соң, басындағы шляпасын алып, желпініп қояды. Басы тіпті үлкен екен, шүйдесіне дейін созылған қасқа маңдайынан бүртік-бүртік тер көрінеді. Әшейінде аңқылдақ ақ көңіл адамның аяқ астынан түсін суыққа салып, тұйықтала қалғанына Нұрбек таңданып келеді. Қаланың тар көшелері қайшалысқан адам аяғына лық толы. Ара-тұра бұрылыстарда салтатты, арбаны жүргіншілерден жол тауып өтудің өзі қиямет. Ойбазардан өте бүргенде көк аттың дәртесі қарсы келе жатқан бір арбаның доғасына килігіп қалып, Нұрбек оны зорға ажыратып алды. Қаланың орталық көшелеріне көлденең қызыл маталары керіп, оған қазақша, қытайша жаңа ұрандар жазып қойыпты. Баттиған үлкен жазулар сонадайдан көз көріп тұр. Нұрбек, қош келдіңіздер достар, Қытай халық азаттық армиясына жалынды сәлем. Шығыс Түркістан төңкерісі ұлы Қытай революциясының бір бөлігі деген сөздерді күбірлеп оқытты. Шіркін, айғайлап ұран тастауға келгенде алдымызға жан салмаймыз-ау. Мыналар кеше ғана жоқ еді, қалай жазып та үлгірген, деп өз-өзіне тіл қатқандай.
Қандай жиналысқа келе жатқанымызды енді түсінген шығарсың, деді Тұрсын жымиып. Қызыл үйдің маңы бейне тойға жиналғандай фаэтон мен трансқа сыймай тұр. Нұрбектер арбаларын бір шетке тоқтатып, атын қаңтарып қойды да ішке қарай бет алды. Залда халық жиналып қалған екен, қаладағы барлық мекемелі басшылары, дін назаратынан келген имам қазіреттер, бай саудагерлер, ел ағасы мен мыңбасылар бәрі осында. Нұрбек пен Тұрсын жол жөнекей таныс білестерге бас изеп, амандасып жүріп, залдың орта тұсындағы бос орынға келіп жайғасты. Кішкентай асханасы бар шағын залдың маңдайшасында үлкен 3 портрет ілулі тұр. Шығыс Түркістандағы ұлт-азаттық қозғалысының басшылары. Үшеуі де өткен жылы күзде Бейжіңге келіссөз жүргізуге бара жатқан сапарында самолет апатынан қаза тапқан. Ортадағы басына тақия киген сұлу қара мұртты кісі Ахметжан Қасими. Екі шетте Түркістан армиясының қолбасшылары генерал-лейтенант Ысқақ пен генерал-майор Дәлелхан. Нұрбек бұл үш кісіні 1946 жылы Құлжаға жиналысқа барғанда көріп еді. Дәлелхан топтың ортасында басқалардан иығы асып тұратын зор денелі, сындардай ұзын бойлы жігіт еді. Ал Ысқақбек жалпақ жауырынды дембелше келген төртбақ кісі тұғын. Маршал Буденныйға еліктеп, қияқтай қара мұртының шалғысын құлағының түбіне дейін ширатып қоятынды. Нұрбек сол суреттерге көз сала отырып, өзінің қалай күрсініп жібергенді байқамады. Қапыда қаза тапқан халық көсемдері залдағы жұртқа кірпік қақпай қарап тұрған сияқтанды. Жанарлары жасқа толып, мұңмен қарайтындай. Азаттық жолында біз бар күш-жүгерімізді жұмсадық. Ештеңені аянып қалғанымыз жоқ. Керек десе, шыбындай жанымызды да құрбан еттік. Ал тірілер, сендердің не білген ойларың бар? Біз бастаған істі қалай аяқтап шығар екенсіңдер дейтін тәрізді. Нұрбектің қиялын дүрілдеген шапалақ даусы бөліп әкетті. Президиумдағы орынға аймақ басшылары көтеріліп келе жатыр екен. Ең алдымен қазақы киінген, басында елтірі тымағы бар аймақтың уәлие Жасыбай келіп отырды. Оның оң жақ тізесін баса орынбасар уәли Хамитов жайғасты. Оларды қоршай екі шеттен аймақ аудан басшылары орын алды. Көпшілігі күнде көріп жүрген таныс адамдар. Жұрт назары Жасыбайдың сол жағында отырған бейтаныс әскери адамға ауғанды. Мына жігіт кім ей? Бұрын көрмеген адам ғой, деді Тұрсын қасындағы Нұрбекке бұрылып. Бұл жағы бар деген полковник қой, деді Нұрбек сыбыр етіп. Шығыс Түркістан армиясындағы ержүрек офицерлердің бірі. Төңкеріс кезінде атты әскер полкын басқарған, талай ерліктер көрсеткен. Қазір Үрімжіде өлкелік үкіметтің мүшесі. Атына сырттай қанық едім. Жағыпар осы жігіт екен ғой, деді Тұрсын ұзын бойлы қарасұр кісіден көзін алмай. Нұрбек Жасыбай жаққа қарап отыр. Аймақ басшысының бүгін бір түрлі жүдеу, қобалжыған салғырт райын көрді. Сақал шашының ағы молайып, қартайып кеткен секілді. Осы көктемде ғана Нұрбек оның қабылдауында болып, гимназия құрылысын кеңейту, жетім балалар үшін интернат ашу жұмысымен барғанды. Орынбасарлардың табалдырығын тоздырып, әбден шаршаған бас уәлидің өзіне кіргенді. Тарбағатай аймағындағы ең бірінші бай және ел ішінде аты аңызға айналып кеткен жүзбе-жүз сөйлескенді сол жөл өтті. Жасыбай оқымаған хатқа шорқақ кісі. Нұрбектің келген шаруасын сұрап, жазып апарған арызын қолына алып көрді. Дауыстап оқышы, деп өзіне қайтарып берді. Нұрбек оқи жөнелді. Жетер, деді Жасыбай аяғына дейін тыңдап отыруға төзімі жетпей. Сонда мектептің құрылысына жетім балаларға жатақхана ашуға мөлшермен қанша қаражат керек? 50 миллион сомдай, деді Нұрбек. Ендеше арызыңның шетіне былай деп жаз. Жастарды гимназияның құрылысына 50 миллион сом босатылсын. Жаздың ба? Жазсаң әкел бері. Қағазды қолын алды да бұрыштаманың аяғына араб тілімен Жасыбай деп үйретті. Сонан соң төс қалтасынан сүйектен ойылған әппақ мөрін шығарып, бір-екі рет дем беріп үлгерді де жаңағы иректің үстіне бадырайтып баса салды. Аймақтың қазына бөлімінен бар баларсың ақшаңды. Нұрбектің қуанышында шек жоқ, алғысты үст-үстіне жаудырып орнынан тұра берген. Жасыбай қолын көтеріп
отыр дегенде ишара жасап. Қазақтың сорын қайнатып, сорпасын төккен бір нәрсе бар. Ол оқу білім деп Нұрбекке қадала қарап отыр. Қалайда соның есесін толтыру керек. Міне, мені бір аймақтың бастық етіп, обадай қып отырғызып қойдыңдар. Сөйткен бастық қағаз көрсе, мұзғайдаған түйедей күйге түседі. Соны көріп отырсын ғой, өз атымды зорға жазам, көкірегін қанша даңғыл болғанмен оқымаған адамның күні құрысында. Тез қасында қисыға ағаш жатпас деген. Жастар dayanбай оқытыңдар. Мұқтаждарың болса, маған келіңдер. Әзірше жатақханадағы балалардың киім-кешегі, тамақ үшін өз басым 100 бойдақ қой берейін. Күзде жайлаудан мал қайтқанда кісі жіберіп айдатып алыңдар. Жасыбай жөнінде талай алып қашты әңгімелер естіген Нұрбек сол жолы мүлде ден қойып разы боп қайтып еді. Нұрбек осы ойлардың жүлгесімен отырғанда жиналыс басталып та кетті. Уәлидің орынбасары бұғағы салбырап, ақ бөртеленіп әбден семіріп алған Хамитов сөйлеп тұр. Жиында екі мәселе қаралмақ. Бірі аймақ үкіметінің жаңа құрамымен сайлау. Екіншісі ішкерден келе жатқан Қытай халық азаттық армиясын қарсы алудың шаралары. Бірінші мәселе бойынша аймақ бастығы Уәли Жасыбайға сөз берілді. Жасыбай орнынан созбалаңдай түрегеліп, сабырлы қимылын мінберге қарай аяңдай жөнелді. Тымағын шешіп, шынтағының астына қойды да, тамағын кенеп алып сөз бастап. Ва, қадірлі халқым, жағалай жұртым, көпшілік жамағат. Мен сендерге өзімнің ең соңғы сөзімді айтқым келіп тұр, деп басын сәлиіп. Мына біз ежелден ең күннен жүген құрық түймеген, басына ноқта кимеген, ұшығы үйірсіз кең далада емін өркін көшіп жүрген асау арда халық едік. Гаминнің басқыншылары бас еркімізден айырып, намысымызды табанға басып таптағысы келді. Көрген қорлық, шеккен азапқа шыдамай, күні кеше ашынған ел атқа қонды. Дұшпан қанша көп болғанмен халық қаһарына мықты емес екен. Шыңжаңды түгел азат ете алмасақ та, терістіктегі үш аймақты, Алтай, Тарбағатай, Құлжа аймақтарынан басқыншы жауды қызыл табан қып айдап шықтық. Езілген ұлттар бас қосып 1945 жылы Шығыс Түркістан мемлекетін құрды. Мұны өздеріңді жақсы білесіңдер. Қолымызға билік тиіп, өзімізді өзіміз басқару қажет болғанда, төңкеріске сіңірген азды көпті еңбегімді ескердіңдер ме? Әйтеуір мені осы аймақтың бастығы қып сайладыңдар. Сенім көрсеткендерің рахмет. Көш бастаған серке болмасам да, араларыңдағы бір ерке болып жүріп жаттым деп Жасыбай отырған жұртқа жағалай көз тастады. Зал іші жым-жырт. Міне содан бері 5 жылдай уақыт өтіпті, қайта оралмайтын, бұдан кейін көзімізден пыр-пыр ұшатын 5 жыл. Не керек, Шығыс Түркістан Республикасы ғұмыры қысқа болса да, әрқайсымызды аспанға бір көтеріп кетті ғой. Ол бізге ең алдымен жаумен күресуге, тіресуге, тіпті жеңуге болатындығын үйретті. Өз алдымызға ел болып тұрсақ та, аштан өліп көштен қалмайды екенбіз. Сол Шығыс Түркістан төңкерісі еңсесін көтеріп, көзін ашып кеткен адамның бірі мына менмін. Қазақта мен сияқтылар аз бет. Жасыбай деген менің атымды шығарған төңкеріс емес пе? Міне сол Шығыс Түркістанда бұл күнде шаруасын жинап, тарих саханасынан мүлде тайғалы отыр. Қандай құдіреттің әмірімен солай болғанын мен сендерге түсіндіре алмаймын. Менің білетінім, төңкеріс өз жұмысын аяқтаған екен, мен де қызметті тоқтатуым керек. Енді мен істейтін түкте қалған жоқ. Заман басқа, заң басқа дегендейін, ертең қалың Қытай келет ошарланып. Мен көппін, билігіңді, тізгініңді бер деп келет. Жаутаңдап жаттың қабағына қарайтын күн туат. Ондай қитұрғысы, май мөңкөсі көп жұмыс қараңғы қазақ менің қолымнан келер ме? Жыртығыңа жамау, талған жеріңе талғажау болалармын ба? Мүмкін соны ескерген шығар. Үрімжідегі өлкелік үкімет менің орныма жаңа адам тағайындапты. Ол менің бұрын орынбасарым Хамитов деген азамат, деп Жасыбай президиумда отырған Хамитовты көрсетті. Енді осы жігіт басқарады аймақты. Заманына қарай туған жас алсын тізгінді. Балықтың тілін бақа білер дегендей, өз заманның сөзін енді солайсын. Жаңа айттым ғой, мен халықтан шыққан қарапайым адаммын.
Рұқсат етсеңдер, мен қазірден бастап сол халықтың арасына қайтып барайын деп Жақсыбай сөзін бітірді де, президиумдағы орнына бармай, сахнадан түсіп, бірінші қатардағы бос орынға келіп жайғасты. Жиналыс басқарушы түрегеліп, «Ау, жәке, мұныңыз қалай? Өз орныңызға келіп отырыңыз», деп көріп еді, оған Жасыбай қарағанда жоқ. Жұрт жапыр-тұпыр қол соғып жатыр. Әр тұстан, шіркін оқымаса да шалдың көкірегі даңғылау, осы тура ашылдығы ғой елге сүйікті еткен деген күбір-сүбір сөздер естілді. Жиналыс ағасы жоғарыдан келген өкіл Жағыпарды таныстырып, соған сөз берді. Жасы 30-дарға жаңа келген ұзын бойлы, тарамыс денелі, жылы жүзі балаша күлімсіреп тұратын қара торы жігіт орнынан тұрғанда, отырғандар ду қол шапалақтап қошемет көрсетті. Әскери формасын әлі шешіп үлгермеген сындардай сұлу офицер дік-дік басып мінбеге көтерілді. Өзі жаратқан аттай әдемі жігіт екен, деп қойды Тұрсын бүкіл ынтасын сахнаға аударып. Жұрт оның әскери тұлғасына қарап, одан қалайда солдаттарға команда бергендей саңқылдаған айбынды сөздер күтіп еді. Бірақ Жағыпардың дауысы құлаққа жұмсақ естілетін майда қоңыр екен. Ол ең алдымен елдің іші сыртқы жағдайына біраз баяндады. Мынау Шығыс Түркістан төңкерісі біздің халқымыздың тарихында жарқын беттер болып қала береді, деді ол. Біз қолымызда қару алып күреске аттанғанда Қытайдың еңбекші халқын емес, Гаминдаңның кертартпа үкіметіне қарсы шыққанбыз. Гаминдаңның кертартпа үкіметіне, ал Гаминдаңшыларға қарсы езілген аз ұлттармен бірлікті коммунистер бастаған Қытайдың еңбекші бұқарасы да 30 жыл бойы қан төгіп күрес жүргізді. Өткен жылы күзде бүкіл Қытай азаттыққа шығып, халық республикасы құрылды. Ұлт азаттық төңкеріліс кезінде Шығыс Түркістан республикасының құрамына енбей, Гаминдаңның езгісіне қала берген ұйғырлар мекендейтін Қашқариядағы 7 аймақты да Қытай халық азаттық армиясы бейбіт жолымен азат етіп отыр. Біздің басшымыз Ахметжан Қасыми өзінің де бір сөзінде дұшпанымыздың дұшпаны біздің досымыз деген еді. Ендеше ортақ жауға қарсы бірлікте шайқасқан Қытай коммунистері біздің ең сенімді одақтасымыз. Бұдан кейін ұлттар арасындағы араздық жойылатын болады. Қытай еңбекшілермен бір сапта Шығыс Түркістан халқы да социалистік дамудың даңғыл жолына түседі. Осы сөздерді айта келіп Жағыпар жұрттың бүгін ертең шәуешекке келіп кіретін Қытай халық азаттық армиясының бөлімдерін жылы шырайлы достық көңілмен қарсы алуға шақырды. Зал аңтарылып үнсіз қалды. Әр тұстан аз-аз соғылған шапалақ көп қолдаушы таба алмай бытырлап барып басылды. Айтқан сөздерінің көпшілікке дари қоймаған сезген Жағыпар орнына селқостау барып отырды. Аймақтың жаңа бастығы Хамитов орнынан тұрып, «Ал кәне, осы мәселе жөнінде кімде қандай ұсыныс бар?» деді. Бірақ суырылып сөз сұраған ешкім бола қоймады. Залда өлік шығаратын кездегідей жым-жырт тыныштық орнады. Еңсені езген зіл батпан тыныштық. Нұрбек мойнын бұрып айналасына көз қиығын тастады. Алуан түрлі бет пішіндер қыбыр етпей қатып қалыпты. Сол сәтте оларға қараудың өзін қайсыз еді. Сезімге қоса ауыр тиетінді. Адамдардың аянышты жүзін Нұрбектің көрген осы. Тек бір-біріне ұқсамайтын жәудіреген көп көздерден түрліше сыр оқуға болар еді. Ешқандай ой жоқ, тек үрей күтіп ойнақшыған жыпылық көздер, әліптің артын баққан жасқаншақ жанарлар, төмен тұқырып жер шұқыған мысық сопы мүләйім көздер. Сиректе болса қадау-қадау ұшырасатын от шашқан қайсар қара көздер. Нұрбек ең соңында қасындағы Тұрсынға бұрылып еді. Оның бет-әлпетінен бүлк еткен сезім нышанын аңғарылмады. Дәл осы сәтте өлі тыныштықты сілкіндіре арт жақтағы біреудің «Маған сөз беріңдер!» деп саңқ еткен дауыс естілді. Залға жан кіргендей орындықтар сықырлап қоя берді. Отырғандар дүр етіп солай қарай еңсерілген. Еңгезердей біреу залды қақ жарып мінбеге қарай беттеп барады. Төстегі Дөртуілдің мінбегі нартай екен. Нағыз батырға біткен тұлға, ұстарамен тақырлап қырғызған басы кішігірім қазандай. Сақалын алдырып, әдейі қою мұртын қойған. Алақандай өткір көздер от шашып жарқ-жұрқ етеді. Өзі
мереке күніндегідей жасанып киініп, есіктей омырауына төңкеріс кезінде алған күллі ордені мен медальдарын тағып алды. Нұрбек Нартайды көптен білуші еді. Бір кезде түйе палуан атанған даңқы шыққан ол төңкеріс жылдары партизандық жорыққа қатысып, толып жатқан ерліктер көрсетті. Үш аймақта оның Нартай батыр деген даңқы жер жарат. Шіркін, батыр десе батырақ ет. Астында ақбоз ат мініп, қолына желбіреген ақты ұстап, сарбаздарын соңын ерте жасанған жауға қарсы құйындай ұйтқытып шауып бара жатқанын Нұрбек талай көргенді. Сол Нартай қазір не айтар екен, жұрт назары тегіс соған ауғанды. Нартай сахнаға шығып, белуарынан ғана келетін мінберге шынтағын тіреп, ойланып сәл тұрды да, саңқылдаған күшті дауысымен сөйлеп кетті. Сөзіңнің төркінін түсіндім, Жағып әрінім, дед президиумда отырғандарға бетін бұрып. Мен өзім аймөңкелеп сөйлеуді білмейтін қазақпын. Өті жарылып кетсе де, турасын айтам, менің мінезімді өзіңді жақсы білесің. Кешегі төңкеріс кезінде сенің қарамағыңда жүріп соғыстым. Басымызды оққа байладық. Шиху, Шепейзі, Бұратала қалаларын алғанда өзіңмен өзенге қағысып, бірге шапқан ерің мен емес педім. Айтпақшы шыбындай жанымызды шүбірекке түйіп, сонда біз не үшін, кім үшін шайқасып келдік? Соры қайнаған халықты басқыншылардан азат етеміз. Өз алдымызға жеке ел болып, етек жабамыз деп алысқан жоқпыз ба? Бауырмау, көңілшек қатындай көрінгеннің бауырына тығылатын болсақ, о бастан есіне қан төгіп арам тер болғанбыз. Кәне, жоғардан келген ұлықсың ғой, осыған жауап берші. Залдағылар енді не болар екен дегендей бір сәт тына қалды да, іле-шала араның ұясындай гуілдеп қоя берді. Кейде қасынуға қолың жетпей тұрғанда, біреу келіп қышыған жеріңді дәл басса қандай қияпатта боласың. Нұрбек төңірегіне қарап, адамдардың бет-әлпетінен соған ұқсас бір күйді аңғарды. Ішкі пікірін ашып айтуға батылы бармайтын, ал зәузада жүрек жұтқан біреу табылып, көкейіндегісін төп басып айтып берсе, қабығанып, қызығына қарап отыруға дағдыланған екі басты есіл жұрт ай десейші. Жиналысты басқарып отырған Хамитов сол сәт орнынан тұрды да. Сіз халыққа үйтіп ірткі салмаңыз, Нартай әпенді. Ендігі құрайғайдан пайда жоқ. Мұның бәрі жоғарғы басшылармен келісілген нәрсе, дед барынша қазақша сөйлеуге тырысып. Нартай әрең түрекін ақырып қалды. Өй, сен не оттап тұрсың? Бұралқы неме? Бұралқы түргенімен жағат. Сенен ақыл сұраған кім бар осы? Жарайт, маған сенің жаның ашымай-ақ қойсын. Сонау ғасырлар бойы маңдайыңның сор арылмаған ұйғыр халқының ертеңгі күніне ойламайсың. Тым құрса соларды аясаң етті. Сен патшағар күні кеше кеудесін оққа төсеген ұйғыр диқандарының не ойлайтынын білесің бе? Білмейсің сен, білмейсің. Ерегесте есемізде ешкімге жібермейтін азаматымыз бар деп, сенен үміт күтіп отырау сол қайран ел. Жұрт бірден ду ете түсті. Әр жерден қарқылдаған күлкі естілді. Өзіне де сол керек. Бәсе, осындай бір еркек шықса керек еді. Ай шіркін, батырдың аты батырау, дескен сөздер шақпақтай шағылды. Соның бәрін басып, Нартайдың күшті дауысы қайта естілді. Ал онда мынаған жауап беріңдер. Қытайдың жаңа үкіметімен бітім жасап, қол қойған екенсіңдер. Сонда кіммен ақылдастыңдар? Халықты сыртынан сатып бітім жасауға сендерді кім құқық берді? Халық қан төгет, ал біреулер оның жемісін сатып, шенді шекпен киеді. Жоқ, біз өз тағдырымызды бүйтіп саудаға салдырып қоя алмаймыз. Осы кезде Жағыпар орнынан көтерілді. Нараға, сәл сабыр етіңізші, деді жалынғандай болып. Сіз мені Құдай үшін дұрыс түсініңіз. Бітімнің басы қасында мен де болған емеспін. Ешбір қағазға қол қойғанда жерім жоқ. Мен әскери адаммын. Бұйрықты орындауға ғана келдім. Ал мені қорқақ деп ешкімді айта алмайды. Күні кеше қалай соғысқанымды нәкесіз көзіңізбен көргенсіз. Өз қаным төгілгендіктен бе, азаттық күресінің жемісі маған да қымбат. Менің тек коммунистерге қарсы қол көтергім келмейді. Өйткені олардың алдамайтындығына сенімдімін. Сіз нәке бұрынғы Гоминдаң мен бүгінгі Қытай Халық Республикасын шатастырмаңыз. Социализмге тезірек қадам басу үшін бізге тарих ұсынған ең төте жол осы. Енді теңсіздік атаулы жойылады,
халықтар ішкі жақтан өзін өзі басқарады. Ой, сығыр деген, сыртқы билікті алып қойған соң, ішкі жағының енесін ұрғаным бар ма? Деді Нартай оның сөзін бөліп. Жарайды, сенің айтқаның рас-ақ болсын. Қытай үкіметі бізбен дос болғысы келсе, неге алыстан сыйласпайды? Ол неге өңмеңдеп ішке кіріп келе жатыр? Сол сен айтқан социализмді өзіміз неге құрмаймыз? Мен осын түсінбеймін. Мен өз жерімде мылтықты шошаңдаған бөтен елдің әскерін көргім келмейді. Сонда олар ешбір кедергісіз төрімізге тайраңдап шыға келмек пе? Манас бойындағы біздің әскеріміз нені қарап отыр? Алдын неге бөгемейді? Жағыпар-ау, өзіңнің баяғы жауынгер полкың қайда? Олар тастап өзің мұнда не бітіріп жүрсің? Ел шетіне жау келгенде бүйтіп мансап қуып жүруге бола ма? Қорқсаң маған бұйрық бер, осы қазір атқа қонайын. Сарбаздарым жинап алып, шақырылмаған қонақтарды қарағайтының асуынан қарсы алайын. Сол маңда Гаминдан әскерімен талай шайқасып едім. Мыналардың да өсілесін бір байқап көрейін. Жағыпар залдың тынышталуын тілеп, қолын көтерді. Өңі сұрланып, Нартайға ширышы қата жалт бұрылды. Ау, нәке, сіздің батырлығыңызға шуба келтірмеймін. Алайда бұл жолы қарсыласудан келетін еш пайда жоқ, деді көзі ұшқынатып. Естіген жоқ бедіңіз, Шығыс Түркістанның ұлттық армиясының осыдан 2 ай бұрын 5-ші корпустың қарауында берілгенін. Оның бөлімдері қазір телім-телім боп Қытай армиясының құрамына сіңіп кетті. Артық құрбандықтың керегі қанша, сенің мылтық ұстаған 1000 адамыңды олар шыбын шаққан құрлы көрмейді. Бір жақтан көмек күтетін шығарсыз? Жоқ, енді бізге ешқандай көмек келмейді. Осын неге түсінбейсің, Нареке? Ештеңенің байыбына бармай тұрып адамның жанын неге күйдіресіз? Жағыпардың соңғы сөз жұртқа ой салды білем. Отырғандар енді соның әуеніне қарай төңкерілді. Рас-ау, жоғарғы жақтағыларды таразылап отыр ғой. Шама келмейтін нәрсеге өңештеудің керегіне. Құрысын. Соғса, қабырғамыз пышақтай болған жоқ па? Қашанға дейін қан төге береміз деген құптау сөздерді естіліп жатыр. Нартай сол орнында түйіліп тұрып қалған. Кенет жұрттың дабырын баса, мінбердің тақтайын жұдырығымен қойып қалды. Солай демейсің бе? Бәрін бітіріп қол аяқты байлап, пышақты қыл мойынға тақап беріп отыр екенсіңдер ғой, деді үні бұзылып. Әттең, Жағыпар-ай, бұл қорлықты көргенше, сен екеуміздің осыдан 5 жыл бұрын Шиху түбіндегі шайқаста қаза тапқанымыз көп жақсы еді ғой. Тым құрса кейінгі ұрпақ, есіл ерлер халықтың азаттығы үшін жанын қиды деп еске алар еді. Енді қатыннан қай жеріміз артық? Бітті ғой бәрі де, деп Нартай екиіні дір-дір етіп еңіреп жіберді де, тақтай еденге солқылдата басып залдан шыға жөнелді. Көп өтпей терезенің түбінен тасырлатып тұра шапқан ат тұяғының дүбірі естілді. Залда 1 минуттай тылсым тыныштық орнады. Хамитов орнынан тұрып, Нартайдың адресіне неше түрлі саяси айыптаулар тағып, бұрқырап сөйлей бастап еді. Жағыпар оған бірдеңе деп тыйып тастады. Бұдан кейінгі жиналыс қаладағы кейбір мекемелерді қайта құру, басшы қызметкерлерді ауыстыру, келе жатқан қонақтарды қарсы алудың шараларын белгілеу секілді нақты мәселелерге ойысты.